Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз мамандықтар жайлы жұмбақтарды шешеміз. Дайынсыңдар ма? Онда бастайық. Өрт болса тез жететін, отқа соққы беретін, суға толған шлангы бар, каска киген батырлар. Бұл кім? Өрт сөндірушілер. Бізге жылы үй салады, кірпіштерді қолданады. Қалағы бар қолында. Кім екенін таптың ба? Құрылысшы. Емханада қарасаң, ақ халат киіп жүреді. Суық тиіп ауырсаң, асығып саған келеді. Қызуың көтерілсе, дәрі жазып береді. Бұл кім? Дәрігер. Мәшинені шақырсақ, ол моторды тез қосады. Үйіңнен алып кетіп, айтқан жерге апарады. Бұл кім? Таксишы. Білім аламын десең, ол саған көмектеседі. Талпынып оқып жүрсең, саған 5 қойып береді. Бұл кім? Мұғалім. ұн мен күрішті өлшеп, алмаларды да реттеп, ақша санап қарашы, кассада тұр. Сатушы. Бір қолында қасығы, бір қолында азығы. Ақ қалпағы басында, тұр плитаның жанында. Бұл кім? Аспаз. Орнатады тәртіпті, жұмысы да қауіпті. Ол ешқашан қорықпайды, ұрыларды ол ұстайды. Бұл кім? Полицей. Әдемі шаш қалаймын, өзім шашты қимаймын. Бұл маманға барғанда сәнді қылып бояймын. Бұл кім? Шаш тарасшы. Қылқалам бар, қарындаш, түрлі түсті көп гуаш. Табиғатты ол салады, оның атын кім айтады? Суретші. Әдемі киім тігеді, көйлек, шалбар, күртеше. Қолында ине жүреді, қайшы, жіптер бірнеше. Бұл кім? Тігінші.